köp жүрген мекенimiz. Birisi Karakol'un ferması oldu. Oradan Aksavut degen sapkoz kuruldu 63. жылы. Aksavut degen sapkozga atsalsып elge tasan kalıpka birge bardık, birge oturduk, sol jakta birge жұмыс dedik. O tagı sol soňra bir ferması oldu. Köp жылдар sonda жұмыс dedik. Buna eňdeginin elengen jeri, bagalangan jeri sol soňra 71. жылы ol atağını aldı. Sodan beri şu atar koy baktık. Koy yok kozlatıp, koy bakıp, ot basıp, bala şakamız ben at salsıp. Sonda gün dereceye jettik. Oradan keyin zengüle şabandar oldu. Her yerde her neçe tür adamlar şabandar, men joldaş bolduk. Avlumuz aralas boldu, koyumuz koralas boldu. Keyinde mine tas keskende şabandar kim deydi? Kasen, Turgali, Akat, Zeynep abı, sosyal şabanlarla görüşüp oturduk. Tuğuskanday aralasıp oturduk, jakşı oturduk. Ne jakşı olganda erdiz badal verdi degen şaban elde var, hazır 100'ge kep kaldı. 90'dan asıp. Onunla da görüşüp oturduk, koyumuz aralasıp oturduk, dəlimiz aralasıp oturdu. Zöngülüş yoldaşlar bolgan. Alen sonda oylap oturdum, sonda birge жүрgөндөр köpü yok endi, bäl bolmasa da. Endi ömürдүн bäl kıyınçılıkta boldu, çıjıgı da boldu, kızıgı da boldu. 7 bala östürdük, terbiyelep. Sonda endi kaynım boldu. Jogary okuw ornunu bitirgen, zavet bitirgen. Her salada direktor boldu, upravляющий bolgan, zooteknik bolgan. Sonday kaynım azamat, sonday көзü aşık, önü sonday bilimdi azamat edi. Бұл адал еңбектің арқасы, осындай абыройға жеткен. Адал еңбегінің арқасы деп білемін. Және де сол кездері онда Әйекөз ауданымыз, ана тілшілер, ақындар бар жанында, ақын жігіттер. Алжыңдайды, әзілдеседі бірмен бірі. Баласы жәнәсілдің бөжектеген, қояндарша көжектеген. Қарақолдық керойым жанында жүр, туысы жанында жүр, ат сәбет, ру төбет деген деп қалжыңдағанда разы болатын бөжкен күліп. Өткен өмір бекершілікпен келмейді. Ең қиын шаруашылық, мал шаруашылығы. Көшіп қонып жүріп, о кезде свет те жоқ ертеде. Солардың бәріне шыдап, төтеп беріп, кейінен осылай еңбек озаты, еңбек ері атанды. Сөйткен zaman болды. 80. жылы Шыңырау тарады, бір çıt болып, анда кетті, бұнда кетті, бөлініп, сол Таскескенге бардық, Таскескенде 2 жыл қой бақтық, сонда түстік, сол кезде ауырып жүрді. Одан зейнетке шықты 82. жылы. Ауырып, Таскескенде мекен дедік, сондан 14 жыл тұрдық. 84. жылы дәм тұзы таусылып, дүниелік болды. 48-49 жасында дүниелік болды. Сол Шақшабаев Жақан деген алыншақты балалары, 5-6 баласы болды. Сондай жұмыс деп, соған енді бөлік ауырып жүргенде айтыпты. Қой бағып көп жүрген жеріміз, мен олай бұлай болсам, осы 92-те әкеп қойыңдар деп айтқан бен сол өсиеті бойынша Жақан сол 92-ге қойды. Содан бері мінекі 40 жыл өтіпті. Өтіп барады, уақыт деген өтіп бара жатыр. Жылда келіп басына бала шаға болсын, бәріміз келіп Құран оқытып тұрамыз. Осындай адамдар, еңбек адамдары дүниеден өтіп өтті. Bir сағатта бір күнге өткен еңбек ерлерінің, еңбек адамдарының еңбегі 1 сағаттан 1 күндікпен бітпейді. Олар мәңгілік жадымызда сақталуға тиісті. Кейінгі ұрпақтар естісін, көрсін, білсін, бәрі шындық. Түзде 180 қоз деген қандай қоз? Осы күні үйдің жанында үйге басқа шаруа жоқ. 10 қойдан 10 қоз алмай жатады. Жамандаған емес.
Sonda еңбектің тұлпарлары еді. Сөйткен ömür ötüp жатыр. Hadi bala şakalarım. 7 balamız var. Ösüp öndü. Benim aldı. Her salada жұмыстайды. O үйлі баранды болды. Мен өзім кіші баламен сол неде тұрам. Семейде тұрам. Немере шөбелерім бар. 19-20 шақты немерем бар. Енді 20-дан көп шөберелерім бар, Құдайға шүкір. Тауға бақытты ана болып отырмын. Енді мінекей қазіргі заман жақсы, қазір жақсы. Біз ондай қиыншылық көргеніміз жоқ, біз соғыс көргеніміз жоқ, біз ашаршылық көргеніміз жоқ. Бейбіт заманда өмір сүрдік. Құдайға мың да бір шүкір. Енді міне кейінгі жастар осы еңбек етсе бәрі де болады.